9-шы сабақ. Сабақты бастаудан алдын мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендерге пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, комментария жасап және каналға тіркеліп қояйық. 19-шы тапсырма мәтінді оқы. Орта бойлы, толық, атжақтылау, дөңес қыр мұрынды кісі есік алдында көшеге қарап тұр екен. Мұхаң үйге келген кісіні далада тұрып қарсы алады деп еститін Мәлік аға. Бұл ерте келдім деп ойласа, ол кісі мұны одан да бұрын күтіп тұр екен-ау. Ол ұлы жазушының бойынан жаңа қасиет тапқандай болды. Бұл кішіпейілділік еді. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықта. Мәтіннің тақырыбы кішіпейілділік, негізгі ой үйіне келген қонақты жақсы қарсы алу. Мәтінге ат қойып көшіріп жаз. Мәтіннің аты кішіпейілділік, сын есімдердің астынсыз. Ұзын, орта бойлы, толық және атжақтылау, дөңес қыр мұрынды. Осы сөздер сын есімдер. 20-шы тапсырма оқы. Бұл дүниеде туған жердің жусанынан артық ештеңе жоқ. Бейбарыс сұлтан қартайған шағында дала кезіп, серуендеп жүріп, көзі бір түп жусанға түседі. Жұлып алып иіскейді. Кенет көз алдына еміс-еміс елес болған, қалған туған жері елестейді. Бір ыстық сағыныш жүрегіне толады. Көзінен жас парлайды. Жусанды екі алақанымен қысып, бетіне басып тұрып қалады. Сөйтіп әлгі бір уыс жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын иіскеп, мауқын басады. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықта. Туған жер мәтіннің тақырыбы, негізгі ой бұл жерде бейбарыстың өз туған жерін сағынғаны туралы айтылған. Мәтін сөйлемдеріндегі етістіктерді тап, олардың мәтіндегі рөлін қандай екенін анықта. Мәтіндегі етістіктерге тоқтала кететін болсақ, дала кезіп, серуендеп жүріп, жұлып алып, иіскейді, елестейді, парлайды, ішіне салып алады және тағы басқалары. Бұл етістіктер мәтінге өте мағына беріп тұрған сөздердің біреуі болып келеді. Егер де бұл етістіктерді мәтінге қоймайтын болсақ, мәтінге ешқандай мағына бермей, бұл мәтіннің тақырыбы ашылмай қалатын еді. 21-ші тапсырма мәтіннің түрлері сызбасына мұқият қара. Мәтіннің түрлері және олардың ерекшеліктері туралы айтып көр. Мәтіннің түрлері әңгімелеу, сипаттау және пайымдау мәтіні. Әңгімелеу мәтіні қандай да бір нәрсе туралы әңгімеленеді, хабарланады, не, қайда, қашан, қалай болады деген сұрақтарға жауап береді. Сипаттау мәтіні адамның, жануарлардың және табиғаттың оқиғаның көрінісі сипатталады, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Пайымдау мәтіні құбылыстың, оқиғаның себептері туралы айтылады және түсіндіріледі, бір нәрсе жайлы дәлелденеді, неліктен деген сұраққа жауап береді. 19-шы және 20-шы жаттығулардағы тағы бір рет оқып шық. Қайсысыны әңгімелеу, қайсысыны сипаттау мәтіні. Өз жауабыңды дәлелде. Он 19-шы мәтінге оралатын болсақ, 19-шы мәтін сипаттау мәтініне кіреді, өйткені бұл жерде келген қонақты, яғни Мәлік ағаны сипаттап айтып тұр. 20-шы мәтін бізде әңгімелеу мәтініне кіреді, өйткені бұл жерде бейбарыс сұлтан туралы әңгіме айтылған. 22-ші тапсырма атаулары бойынша мәтін түрлерін ажырат. Біздің сыныпта татулығы жарасқан сынып, неліктен сыныпты таза ұстаймыз? Неліктен сыныпты таза ұстаймыз? Бұл сипаттау мәтіні. Татулығы жарасқан сынып, бұл бізде
Пайымдау мәтіні біздің сыныпта. Бұл бізде әңгімелеу мәтіні. Өзің қалаған атаумен мәтін құрап жаз. Осы 3 тақырыптың ішінен өздерің сыныптастарың туралы мәтін құрып жазыңдар. Кез келген бір тақырыпты таңдап алып. Осымен біздің сабағымыз аяқталды, балалар. Егер де сендерге тапсырмалар түсінікті болса, менің видеоларым сендерге пайдалы болса, комментария жазып, және видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге пайдалы видеоларды көп шығарып отырамын.